Сәлеметсіздер ме 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз құрамында квадраттық түбірлері бар өрнектерді беттен түрлендіру тақырыбына байланысты 4-11-ден 4-20 есепке шығаратын боламыз. Бірінші 4-11 есеп бөлшектерді қысқартыңдар дейді. Беттен бастап шығарайық. Б қосылған түбірасты 7 бөлінген б квадрат азайтылған 7. Бұл жақта қарап тұрсақ, біз тек қана бөлімімен жұмыс істей аламыз. Себебі бұл бізде а квадрат азайтылған б квадрат формуласына келеді. Бірақта мына жақта 7 бізде ешқандай санның квадраты емес. Сондықтан бұны біз түбірдің астына аламыз. Яғни түбірасты 7-нің квадраты деп алсақ, мына квадрат пен квадраттық түбір қысқарып кетеді, 7-нің өзі қалады. И осы мына тұрған формулаға келтіре аламыз. Сонда б қосылған түбірасты 7-ні қалдырамыз алымын, ал б квадрат азайтылған түбірасты 7-нің квадратын осы формулаға келтіріп саламыз. Сонда б минус түбірасты 7 бір жақша, көбейтілген б плюс түбірасты 7 екінші жақша деп осылай шығарып аламыз. Алымы б плюс түбірасты 7. Сол кезде b плюс түбірасты 7 мен b плюс түбірасты 7-ні қысқартып жібереміз. Сонда 1 бөлінген b плюс түбірасты 7 қалады. Төртіншісі а квадрат азайтылған а түбірасты 5, а квадрат минус 5. Бұл жақта, бұл есепте мен мына тұрған а квадрат пен минус а түбірасты 5-тегі ортақ көбейткіш, яғни аны жақшаның сыртына шығардым. Аны жақшаның сыртына шығардым. Сонда а минус түбірасты 5 қалды. Ал а квадрат минус 5-ті жаңағы бірінші есептегідей 5-ті түбірастына алдым. Түбірасты 5-тің квадраты деп. Сонда а квадрат минус түбірасты 5-тің квадратын а минус түбірасты 5 көбейтілген а плюс түбірасты 5 деп ықшамдап жазып алдым. Сонда а минус түбірасты 5 пен а минус түбірасты 5 екеуі біреу алымда, біреу бөлінді, сондықтан қысқарып кетеді. Сонда а қалады, бөлінген а плюс түбірасты 5 есептің жауабы ретінде қалады. Бірінші есеп 7 қосылған түбірасты 3-ті азайтып бөлінген 49 минус 3-ті. Бұл жақта да тек қана бөлімімен жұмыс жасаймыз. 49 бізде 7-нің квадраты. 3-ні жаңағы а квадрат минус б квадратқа келтіру үшін 3-ні түбірасты 3-нің квадраты деп жазамыз. Сонда 7 қосылған түбірасты 3-ті, ал бөлімі 7 минус түбірасты 3-ті көбейтілген 7 плюс түбірасты 3 түбірасты ц болады. Сонда плюс пен плюс қысқарып кетеді. Бөлінген 7 минус түбірасты 3-ті болады. 4-12 есеп. Біріншісі түбірасты 7 азайтылған 2, 2 түбірасты 7 азайтылған 4 қосылған 1,5. Бұл жақта не істейміз? Бұл жақта бөлшектің бөліміндегі ортақ көбейткішті жақша сыртына шығарамыз. Сонда 2, мына жақта екеуі де бізде 2-ге бөлінеді. Сонда 2-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Түбірасты 7 азайтылған 2 қалады. Түбірасты 7 азайтылған 2, түбірасты 7 азайтылған 2, екі жақта да қысқарып кетеді. Сонда бізде мына жақта 1 қалады, бөлімінде 2 қалады. 1 бөлінген 2 қосылған 1,5. 1 бөлінген 2 ол бізде 0,5. 0,5 қосылған 1,5 ол бізде 2-ге тең. Есеп, үшінші есеп. 3 түбірасты 7 азайтылған 2а, 6 түбірасты 7 азайтылған 4а минус 1,5. Бұл жақта да 6 мен 4-дің ортақ көбейткіші бар. Ол бізде 6 мен 4 бізде екеуі де 2-ге бөлінеді. Сондықтан 2-ні жақшаның сыртына шығарып жіберейік. 2, яғни жақшаның ішінде 3 түбірасты 7 азайтылған 2а қалады. Енді 3 түбірасты 7 азайтылған 2а мен 3 түбірасты 7 азайтылған 2а қысқарып кетеді. Алымы мен бөлімі сонда 2-ден 1 қалады мына жақта. 2-ден 1 ол бізде 0,5, 0,5-тен 1,5 азайтсақ, минус 1 болады. 4-13 есеп өрнекті ықшамда. Екіншісі түбірасты 7 қосылған а квадрат азайтылған 7. Бұл жақта алдыңғы есептегідей 7-ні біз түбірдің астына кіргізіп аламыз. Сонда а квадрат азайтылған түбірасты 7-нің квадраты. Мына жақта түбірасты 7 плюс а-ны тиіспейміз. И бұны қысқаша көбейту формуласына ықшамдап жазамыз. Сонда а азайтылған түбірасты 7 көбейтілген а плюс түбірасты 7. А плюс түбірасты 7 мен а плюс түбірасты 7 қысқарып кетеді. 1 бөлінген а минус түбірасты 7 қалады. Төртіншісі 5х азайтылған 6, түбірасты 6 азайтылған түбірасты 5х. Бұл жақта да бөлшектің енді алымын түбірастына кіргіземіз. Түбірасты 5х-тің квадрат
квадраты азайтылған түбір асты 6-ның квадраты. Бұл бізде қысқаша формула көбейту формуласына келеді. Бірақ мына жақта не істейміз, қараңыздар. Бізде мына жақта түбір асты 6 бірінші тұр, а мына жақта түбір асты 6 екінші тұр, яғни еще алдында минус тұр, көрдіңіздер ма? Сондықтан біз мына минус таңбасын жақшаның сыртына шығарып аламыз да, минусты жақшаның сыртына шығарып аламыз да, и орындарын екеуін ауыстыра саламыз. Түбір асты 6-ның квадраты минус түбір асты 5х-тің квадраты осылы түрге келтіреміз. Яғни минус 1-ді жақшаның сыртына шығарып алдық деген сөз ғой. Енді түбір асты 6-ның квадраты минус түбір асты 5х-тің квадраты, ол бізде қысқаша көбейту формуласына келеді. Мына минусымыз тұрғанын ұмытпаймыз. Түбір асты 6 минус түбір асты 5х көбейтілген түбір асты 6 плюс түбір асты 5х. Сонда осы екеуі қысқарып кетеді да, жақша ашылады. Енді жақшаны ашқан кезде екеуінде біз минусқа көбейтіп жібереміз. Сонда минус түбір асты 6 минус 5х болады. Қиын болғатса комментарийға жазып сұраңыздар. 4-те 14-ші есеп ықшамда дейді тағы да. Біріншісі, бір азайтылған а минус түбір асты 7а бөлінген а минус 7. Бұл өрнекті түрлендіру үшін біз бірінші мынау тұрған бірге, яғни ортақ бөлім беріп аламыз, яғни бір бөлінген бір болып тұр мысалы мына жақта. Егер санның ешқандай бөліндісі болмаса, яғни ол бізде бір деген сөз. Ортақ бөлім беріп аламыз, сонда а минус 7-ден береміз. А минус 7 минус а, мына жақта мынау минус пен мынау минус бізде көбейтіледі, бір-біріне плюс болып кетеді. Түбір асты 7а бөлінген а минус 7. Енді а мен минус а қысқарып кетеді да, түбір асты 7 азайтылған 7 бөлінген а минус 7 қалады. Енді бұл жақта бізде осы есебімізді шығару үшін мына 7-ні түбірдің астына кіргізіп аламыз. Сонда 7а минус түбір асты 7-ның квадраты деп, ал а минус 7-ні де осы өрнекке келтіріп түбір асты а-ның квадраты азайтылған түбір асты 7-ның квадраты деп жазып аламыз. Енді мына жақта түбір асты 7-ні жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның сыртына шығарғанда түбір асты а минус түбір асты 7 қалады. Ал мына жақта қысқаша көбейту формуласына келіп тұр мына формула. Түбір асты а минус түбір асты 7 көбейтілген түбір асты а плюс түбір асты 7. Осы екеуін қысқартып жібереміз, сонда 7 бөлінген түбір асты а қосылған түбір асты 7 қалады. 4-те 14-ші есеп, 4-шісі с квадрат минус 3а бөлінген с плюс түбір асты 3а қосылған 3с. Бұл өрнекті тепе-тең түрлендіру үшін, өрнекті ықшамдау үшін осы тұрған түбір асты 3а-ны түбірдің астына кіргіздім. Сонда түбір асты 3а-ның квадраты деп, бұл қысқаша көбейту формуласына келеді. Сонда с минус түбір асты 3а көбейтілген с плюс түбір асты 3а болады. С плюс 3а мен с плюс 3а қысқарып кетеді. Сонда с минус түбір асты 3а плюс 3с қалды. С мен 3с қосылады, 4с болады. 4с азайтылған түбір асты 3а есептің жауабы болады. 4-те 15-ші есеп берілген бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатыңдар дейді. Екіншісінен бастап шығарамын. 3 қосылған 3 түбір асты а бөлінген түбір асты а. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатыңдар дегеніміз, яғни бөлшектің бөлімінде бізде мына жақта қазір түбір асты тұр ғой, түбір асты болмау керек. Түбір астындағы өрнек, яғни иррационал өрнек болмау керек. Біз оны қалай жасаймыз? Біз оны бөлшектің осы тұрған бөлшектің бөліміне, яғни тура өзіне мәндес өрнекті көбейтуіміз керек. Мысалы, а болса, түбір асты а-ны көбейтуіміз керек. Бірақ та біз осылай көбейткен кезде бөлшектің бөліміне не көбейтсек, алымына да соны көбейтуіміз керек. Сондықтан түбір асты а көбейтілген түбір асты а дейміз. Мына жақта да жақшаға алып бірінші тұрған өрнегімізді көбейтілген түбір асты а дейміз. Сонда егер былай қарасаңыздар, мынау а мен а қысқарып кетеді, мынаның өзі қалады. Көріп тұрсыздар ма? Біз былай есебімізді ешқандай да ауыстырмаймыз, просто біз бөлшектің бөлімін иррационалдықтан арылтамыз. Сол кезде түбір асты а мен түбір асты а бір-біріне көбейтіледі. Неге а-ның квадраты? А-ның квадраты түбір астындағы болады, ал а квадрат түбірдің астынан а болып шығады, қараймыз. Ал мынаны жақшаны аша салсақ болады, немесе осылай қалдыра салсақ та болады. Сонда 3 көбейтілген түбір асты а қосылған 3
түбір асты а көбейтілген түбір асты а дейміз. Түбір асты а көбейтілген түбір асты а ол бізде 3а болады. Сонда есептің жауабы 3 түбір асты а қосылған 3а бөлінген а болады. 5а бөлінген 5 түбір асты 5 азайтылған 1. Тағы да, яғни тура осы өрнекке мәндес өрнекті, бірақ та бұл жақта уже таңбасы плюс болу керек. Неге? Себебі біз бағанағы айтқан қысқаша көбейту формуласы а квадрат азайтылған б квадратқа келтіріп алуымыз керек. Яғни қандай да өрнектің түбірінің астындағы өрнектің квадраты ол бізде осы өрнектің өзі болады, түбірдің астынсыз. Біз оны көбейтсек, яғни бөліміне, алымына да біз оны көбейтуіміз керек. Сонда 5а көбейтілген түбір асты 5 қосылған 1, түбір асты 5 минус 1, бір жақша көбейтілген түбір асты 5 плюс 1 болады. Енді түбір асты 5 минус 1, түбір асты 5 плюс 1, ол бізде түбір асты 5-тің квадраты, азайтылған 1-дің квадраты болады. Ал мына жақта жақшаны ашсақ болады, немесе ашпасақ та болады. 5 түбір асты а көбейтілген түбір асты 5 қосылған 5а болады, иә? И түбір асты 5-тің квадраты бізде 5 болады, 1-дің квадраты бізде 1 болады, сонда 5-тен 1-ді азайта салсақ 4. Яғни біз бұлай жақшаны ашып жазсақ та болады, немесе ашпай жазсақ та болады. Ашпай осылай қалдыра салсақ өзімізге ыңғайлы болады негізі. 7 бөлінген 1 қосылған түбір асты 3. Яғни өзіне мәндес өрнекке көбейтеміз. 1 азайтылған түбір асты 3-ке. 1 азайтылған түбір асты 3. Мына жақта бөлімінде 1 азайтылған түбір асты 3, 1 плюс түбір асты 3 пен 1 минус түбір асты 3, ол 1 квадрат минус түбір асты 3-тің квадраты болады. Жақшаны ашсақ, 7 минус 7 түбір асты 3 болады. 1 квадраты 1, түбір асты 3-тің квадраты 3, 1-ден 3-ті азайтсақ минус 2. Яғни есебімізді осы түрде қалдырсақ та болады. 4-те 16-шы есеп бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтылыңдар деді. Біріншісі 5 минус а 1 плюс түбір асты 5. Бұл жақта да бөлшектің бөлімін құтылыңдар десе, яғни бөлшектің бөлімін өзінің мәндес өрнегіне көбейтуіміз керек. Өзінің мәндес өрнегіне көбейтсек, біз бөлшектің алымында дәл сол өрнекке көбейтуіміз керек. Сонда 5 минус а көбейтілген 1 минус түбір асты 5, ал бөлшектің бөлімі 1-дің квадраты азайтылған түбір асты 5-тің квадраты болады. 1-дің квадраты бізде 1, түбір асты 5-тің квадраты бізде 5, 1-ден 5-ті азайтсақ минус 4 болады. Яғни мынаны мен бекер жазғам. Осылай қалдыра салсақ та болады. Сонда 1 минус түбір асты 5 көбейтілген 5 минус а деп. Үшіншісі 1,5 бөлінген түбір асты 3 қосылған с. Өзінің мәндес өрнегіне көбейтуіміз керек. Түбір асты 3 плюс с көбейтілген түбір асты 3 минус с. Бөлшектің алымында түбір асты 3 минус с-ға көбейтеміз. Сонда түбір асты 3 плюс с, түбір асты 3 минус с, ол бізде түбір асты 3-тің квадраты минус с-ның квадраты болады. Түбір асты 3-тің квадраты ол бізде 3, с-ның квадраты с квадрат. Яғни осы түрде қалдырсақ болады. Келесі 4-те 16 бесіншісі. 3х қосылған а, түбір асты 5х азайтылған түбір асты а. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтылу үшін бөлшектің бөліміне дәл өзіндей мәндес өрнек көбейту керек, бірақ та таңбасы мына жақта плюс болу керек. Мына жақта минус болса, мына жақта плюс болу керек. Бөліміне көбейтсек, дәл осы өрнекті біз алымына да көбейтуіміз керек. Сонда түбір асты 5х минус түбір асты а көбейтілген түбір асты 5х плюс түбір асты а, ол бізде бағанағыдай айтып өткенде мынау бізде квадрат алады, мынау квадрат алады, яғни 5х минус а болады. Ал бөлшектің алымы осы түрде қалдырсақ болады. 4-те 17 есеп, бұл жақта да біз бөлшектің бөлімін иррационалдықтан босатуымыз керек. Екіншісі 2 қосылған түбір асты а бөлінген 2 түбір асты а. Бөлшектің бөлімін, яғни иррационалдықтан құтылу үшін біз түбір асты а, бұл жақта түбірдің астында тұрған тек қана осы а. Осы түбір асты аны өзіне көбейтуіміз керек. Бөлу алымында дәл сол өрнекке көбейтуіміз керек. Сонда 2 түбір асты а көбейтілген түбір асты а, аны мына жаққа алдына шығарсақ болады. Түбір асты а жақшаның ішіне 2 плюс түбір асты а. Түбір асты а мен түбір асты а көбейтіледі, а квадрат болады түбір астындағы, а квадрат түбір астынан ол а болып шығады. Сонда осылай есептің жауабын қалдырамыз. Төртіншісі 8y минус түбір асты 5, түбір асты 5 азайтылған 7. Бөлшектің бөлімін иррационалдықтан құтылу үшін дәл өзіне мәндес өрнекке көбейтуіміз керек. Алымында көбейтеміз. Сонда 8y минус түбір асты 5 көбейтілген түбір асты 5 қосылған 7. Бөлшектің бөлімі түбір асты 5 минус 7 көбейтілген түбір асты 5 плюс 7.
түбірасты 5 минус 7 мен түбірасты 5 плюс 7 ол бізде 5 минус 7 болады. Бөлшектің алымын осылай қалдырамыз. 5-тен 7-ні азайтсақ минус 2 болады. 4-те 18 амалды орындандар. Біріншісінен бастап шығарамын. Біріншісі 4 минус 3 түбірасты а көбейтілген 4 плюс 3 түбірасты а минус 4а. Бұл жақта 4 минус 3 түбірасты а 4 плюс 3 түбірасты а ол бізде қысқаша көбейту формуласы, яғни 4-тің квадраты азайтылған 3 түбірасты аның квадраты. 4-тің квадраты ол бізде 16 болады. 3-тің квадраты 9, түбірасты аның квадраты а. 16 минус 9а минус 4а. Минус 9а минус 4а бір-біріне қосылады, бірақ таңбасы минус болады. 16 минус 13а болады. Үшіншісі 2 түбірасты 3 азайтылған 3 түбірасты а көбейтілген 2 қосылған 3 түбірасты а минус 4 түбірасты 3. Бұл жақта менің ойымша мына жақта 2-нің қасына түбірасты 3-ті қалдырып кеткен. Бірақ егер қалдырмаса, біз уже жақшаны жақшаға көбейтеміз. Бірінші 2 түбірасты 3-ті 2-ге көбейтеміз. Ол бізде 4 түбірасты 3 болады. 2 түбірасты 3 пен 3 түбірасты а-ны көбейтеміз. 2 мен 3 көбейтіледі 6. 3 түбірастындағы өрнектер бөлек көбейтіледі. Ал сыртында тұрған өрнектер сандар бөлек көбейтіледі. 3 пен түбірасты а-ны көбейтсек, түбірасты 3а болады. Минус 3а мен 2-ні көбейтсек, минус 6а болады. Минус 3а мен плюс 3а-ны көбейтсек, минус 9а болады. И минус 4 түбірасты 3. Бұл жақта 6 түбірасты 3а қалады. 4 түбірасты 3 пен 4 түбірасты 3 қысқарып кетеді. Екеуінің таңбалары әртүрлі, бірақ өрнектері бірдей. Сонда минус 6 түбірасты минус 9а осылай есептің жауабын қалдырамыз. Өрнекті ықшамдандар дейді. Екіншісі жақшаның ішінде а минус 3-тің квадраты қосылған 12а. Ең алдымен осы квадраттық формуланың есебін ашып аламыз, яғни жақшаны ашамыз. Ол бізде а квадрат минус 2-ні аға көбейтеміз 2а, 3-ке көбейтеміз минус 6а қосылған минус 3-тің квадраты 9 қосылған 12а. А квадрат біз ештеңкемен қосылмайды, оны жаза саламыз. Минус 6а мен 12а екеуі де айнымалары бірдей, сондықтан ол екеуін бір-біріне азайтамыз. 12адан 6аны азайтсақ, плюс 6а болады, ол плюс 9. А квадрат плюс 6а плюс 9, ол бізде қысқаша көбейту формуласы а плюс 3-тің квадраты. Квадрат пен түбірасты қысқарып кетеді, а плюс 3-тің өзі қалады. Так, төртіншісі дәл осы есепке ұқсайды. 2 плюс 3-тің квадраты минус 24а. Жақшаны ашып аламыз. 2а-ның квадраты 4а квадрат, 2 көбейтілген 2а, 4а көбейтілген 3, 12а, 3-тің квадраты 9, азайтылған 24а. 12а мен 24а ұқсас мүше, екеуін бір-біріне біріктіреміз. Сонда 4а квадрат минус 12а плюс 9 қалады. Ал бұл бізде 2а минус 3-тің квадраты, квадрат пен түбірасты қысқарып кетеді, 2а минус 3 есептің жауабы болады. Соңғы 4-те 20-ші есеп бөлшектің алымын иррационалдықтан құтылыңдар дейді. Алымы дегеніміз, яғни бөлшектің мынау үстіңгі бөлігі, алымын иррационалдықтан құтылу үшін дәл бағанағы бөліміндегідей өзіне өрнек, өзіне мәндес өрнекке көбейтеміз. Сонда 5 минус түбірасты а болса, оны 5 плюс түбірасты аға көбейтеміз. Бөлшектің алымын неге көбейтсек, бөлімде дәл соған көбейтеміз. Сонда 5 плюс түбірасты бөлшектің бөліміне де көбейтіледі. Сонда 5 минус түбірасты а мен 5 плюс түбірасты ол 5 квадрат минус түбірасты аның квадраты болады. 5-тің квадраты 25, түбірасты аның квадраты а. Ал жақша бөлімі дәл осы түрінде қалады. Үшіншісі, түбірасты 3 қосылған с бөлінген с минус түбірасты 3. Бөлшектің бөлім алымын иррационалдықтан құтылу үшін дәл өзіне мәндес өрнекке көбейтуіміз керек, таңбасы әртүрлі болу керек. Сонда түбірасты 3 қосылған с көбейтілген түбірасты 3 минус с. Бөлшектің бөлімінде дәл сол өрнекке көбейтуіміз керек. Сонда түбірасты 3-тің квадраты азайтылған с-ның квадраты. Ал бөлшектің бөлімін осы түрде қалдырсақ болады, немесе мен мына жақта ашыппын. С-ны түбірасты 3-ке көбейттім, 3 түбірасты с болады. С-ны минус с-ға көбейттім, с квадрат болды. Минус 3-ті 3-ке көбейттім, минус 3-тің квадраты болды. Минус 3-ті минус с-ға көбейттім, плюс с түбірасты 3 болды. Сонда есебімізді 2с түбірасты 3 минус с квадрат минус 3, алымы 3 минус с квадрат, немесе осы
жаңағы осы түрде қалдыра салсақ та болады. Мына жақшаны ашпай қойсаңыздар да болады. Ал осымен есебіміз аяқталды. Келесі сабақта Б деңгейінің есептері шығатын, Б және С деңгейінің есептері шығатын болады. Менің каналымда болыңыздар, сау болыңыздар.